Ассалаумағалейкум автосүйер қауым, Майкар KZ арнасы өздеріңізбен мен Ерғазы Әзімханұлы. Бүгін сіздерге керемет шығарылымды дайындадық. Неге десеңіздер, біз бүгін табиғат аясына достарымызбен бірігіп шығайын деп жатырмыз. Блогер достарымызбен бірігіп, біз бүгінгі шығарылымның бас кейіпкерлері Subaru және де Chery брендтерінің автокөліктеріне тест-драйв жасап, керемет еліміздің өзенін, тау-тасын, керемет табиғатын көрсетіп қана қоймай, тест-драйвтан өткізіп, шытырман қызық оқиғаларға толы шығарылымды дайындадық. Ендеше біз бастаймыз, сіздер ыңғайланып отырыңыздар, Майкар KZ арнасы. Барлығымыз онлайн дилер берген көліктерге бөлініп отырып алып, әрқайсымыз әртүрлі рульді тізгіндеп, көліктермен Алматыдан 320 километрде орналасқан көмірші сайына бет алдық. Кетмен жотасының оңтүстік жағында орналасқан Саржаз ауылының маңындағы керемет тауларға біз бет алдық. Ол жақтың пейзаждарының барлығы әдемі деп, ол жақтан күшті контент түсіреміз деп, және де көліктерді тест-драйвтан өткіземіз деген мақсатта біз сол жаққа бет алып, ары қарай Бартоғай су қоймасына барамыз деп шештік. Дәл қазіргі сәтте мен Chery Tiggo жетіні тізгіндеп келе жатырмын. Рөлде жалпы интерьері өте әдемі екен. Байқағандарыңыздай, қараңыздар, бұл жақта 3 дисплей бірден орналасқан. Мына жақта мультимедианікі, онда 25, мына жақта Саймандар панелі, 7 дюймдік және де орталық консольда, яғни орталық туннельде 8 дюймдік климат контроль және де басқасындағы басқару пәрмендері бар. Дисплей орналасқан. Жалпы мына жақта маған ең қатты ұнағаны ол тұраққа тоқтаған кездегі немесе поворотниктарды қосып бұрылып артқа берген кездегі мына жердегі айналмалы HD камера. Сіздерге көрсетейін. Міне айналмалы HD камера көрдіңіздер ме? Рульді мен қайда бұрып жатырмын, сол жаққа көлік бұрылып жатыр. Өте керемет, өте әдемі. Маған қатты ұнап жатыр Chery'ді. Және де Chery'ден де мақұл 8 Pro Max-тар мейлі, 7 Pro-да ондай бар деп мен өз басым ойламадым, бар екен. Қазір енді біз көліктерімізді жанармай бекетіне келіп, жанармай құю үшін тоқтадық. Бұл келесі біздің тоқтау. Қазір осы жерде тұрып, таңғы асымызды ішіп, ары қарай жолды жалғастыратын боламыз. Жалпы сіздерге қандай лайфхактар бар, өзіңмен не алу керек, не істеу керек бүгінгі шығарылымда соның барлығын айтып, және де біз ең бірінші нүктемізге, демалыс нүктемізге барып тоқтайтын боламыз. Сол жерде лагерімізді жайтын боламыз. Соған дейін осы шығарылым қызық болады деген ойдамын. Және де осы көліктерімізге тест-драйвты сіздер жақсылап қарап алыңыздар. Себебі ертең алатын болып жатсаңыздар, қандай плюсы бар екен, қандай минусы бар екен біліп алатын бұл керемет мүмкіндік. Біз дәл қазіргі сәтте көліктерімізбен бірінші точкаға тоқтадық. Аза, не дейсің? Кайф родной нам машина. Chery Pro, 8 Pro. Терезесін жауасын, өз терезесі жаулады есім олдасың. Кайфа? Көліктер ұнап атқан сияқты. Мен мына көлікте болдым. Бұл Chery 7 Pro. Бұл жақта маған ұнағаны 3 дисплей бар екен, бірақ 3 дисплей. Алдында дисплей, ортасында дисплей, және де мына жағында дисплей екен. Қалай дайындалып? Мен сіздерге дәл осы жерде біз автостоппен тұрған кезде Майкар KZ-тің онлайн дилер туралы айтқым келіп тұр. Қосымшаны жүктеп алып, сіздер кез келген жаңа көліктерге, осындай Chery'дің кез келген көлігіне, немесе Subaru'дың кез келген көлігіне тапсырыс беріп, онлайн түрде барлығын толтырып, күмәнмен қарамай, сенімді болып, сіздер тапсырыс бере аласыздар. Және де одан бөлек онлайн гаражға қойып, оның толыққанды историясын жазуға болады. Сол себепті онлайн дилердің қызметтерін пайдаланыңыздар, жүктеңіздер, қолданыңыздар. Бізде әр машинамызда мынау секілді автобокс, әр машинамыз 2 машинамызда болды автобокс. И мына көліктегі автобоксымыздың крышкасы ұшып кетті жолдан. И бізге оны бөлек, бізге қатысы жоқ, өтіп баратқан көлік көріп қойып, жолдың бойынан өзінің машинасының салонының ішіне салып алып кеп берді. Міне, и бұның ішінде бізде мынандай жататын спальный мешоктарымыз шамамен 8-9 етін, негізі 9 етін. Ал қазір міне біз
тапқанымыз алтау. Осындай жолда форс-мажорлар болып тұрады, сол себепті шығып бара жатқан кезде барлық детальдардың барлығының, анау крепиться етілетін нәрсесінің барлығы жақсылап бекітілгенін қарау керек. Міндетті түрде бұл жолдағы. Рульде кім болды? Рульде әрине Есентай болды. Достар, егер сіздерге жолда приключение керек болса, шақырыңдар. Любой нәрсені сындырып беремін. Жоғалтып беремін любой нәрсені. Всегда мен жолға шыққанда бірнеше жоғалтамын, и осы пример. Именно сендер отырған машина ма? Иә, Дубайда телефон жоғалтып. Иә, ескі андай ең сыйлы қонақ болсыншы деп ана Cherry 8 Pro Max отырғызамыз ғой, ең соңғы комплектациясы, ең қатты жүретін. Не жоғалтсақ та жүректегі Майкарға деген махаббат жоғалтпайды. Ассаламалейкум, құрметті достар, отандастар. Біз Майкармен бірлесе отырып дәл осындай керемет саяхатқа шықтық. Тест-драйв мінекей жүріп жатырмыз. Cherry'ді көрдік. Subaru'дың жүрісі өте бізге қатты көңілімнен шықты. Subaru'да келе жатырмын мен. Және де Ерғазы бауырыма, және де Майкардың представительдеріне үлкен алғысымды білдіремін. Неге? Себебі маған дәл осындай керемет крышадан палатка орнатып беріңіздерші деп сұраған едім. Алла разы болсын, керемет демалыс болады деген ойдамыз. Біз әлі жолдамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Керемет влог күтіңіздер. Міне дәл қазіргі сәтте біздің тест-драйвтағы көліктеріміз мынандай су ағынынан өтеді. Соны бірге тамашалайық. Клиренстары биік, ештеңке болмайды. Қалай дөңгелектің қаншалықты батып, қаншалықты тығылып, 4WD, яғни толық жетекті қалай қолданатындарын көрейік. Бізде міне бірінші 8 Pro Max'ымыз кетті. 8 Pro өтті. Әп-әдемі. Дәл қазіргі сәтте міне 7 Pro'мыз өтіп жатыр. Осындай кедергілерден өтіп, сіздер осындай кроссоверлармен негізі демалыстарға бара аласыздар. Демалатын жерлеріңізді ең бастысы дұрыс таңдау қажет. Егер сел болып, жаңбыр болып, мына жақта су толып кететін болса, онда әрине біздің кроссоверлерімізге кішкене қиын болады, бірақ біз міне осындай күннің жарығында әдемі Шанхай түсте келіп тұрған жайымыз бар. Мынандай таудың тастарының барлығын бағындырып, біз қазір мынандай таулардың ортасына келдік. Керемет досы, арасан су бар екен. Жалпы ең арамыздағы жұмсақ деген атқа ие болған, сондай атаққа ие болған Subaru Forester'ды жол бойы жүргізіп келді. Жол бойы ешкімге бермей ешкімге шыны керек, өзіне қолайлы стихияда жүрген машина осы қазіргі моментте. Себебі Subaru Forester таумен тасқа арналған, жұмсақ жүреді, және де бізде елімізде әрбір жерде асфальт бар емес. Сол жоқ жердің өзінде де қандай қолайсыз болса да өзінің жол талғамайды дейсің. Жол талғамайды шыны керек енді. Біз енді қанша келдік, арқамызда ұрып тұрғанды жоқ. Шын енді нағыз саяхатқа, бала-шағаға, даже қалаға болсын, өзі жақсы көлік, сондықтан толық жетек екені көріне ме, көрінбей ме негізі? Бұлай біліне ме, біліне ме? Білінеді. Ол егер білінбей жатса, мысалы, ары қарай биік жерге мінген келсе, онымен қатар мұнда бір жақсы өзінің қосалқы көмекшілері бар. iSight бар, одан басқа егер енді шынымен бір биік жерге мінген келсе, X-Mode бар, барлығын бақтап мініп кетсе болады. Жалпы өзіңе ұнап жатыр, көңіліңнен шығып жатыр. Өзіме ұнайды. Ең үлкен плюстары қайсы сен үшін? Мынау плюс толық жетек болғаны. Ең бастысы шын керек комфорт. Комфорт, комфорт бар. Жұмсақ. Ол жұмсақ жүреді. Комфорт дегенде мен айтып тұрған комфорт ол және де қаладағыдай люкс емес. Осындай қолайсыз жолдармен мысалы таумен тасқа шыққанға өте ыңғайлы. Өте ыңғайлы.
Все, онда Subaru сенің көңіліңнен шықты деп сенейік, ә? Мамырдың айлы түні, кеудемесіңдір көк шөптің түтіні. Болу керек еді мен бір күні болса, жүргенімде бір күні. Міне дәл қазіргі сәтте шаршап, кешкі күн батып жатыр. 8-ден асып кетті. Біз таңнан бері жай ғана ауыз тигенбіз тамаққа, бірақ толыққанды отырып тамақ жемегенбіз. Міне енді біз екінші локациямызға келдік. Әдемі фотосессиямызды жасадық. Тест-драйвтың мынандай құм шағал тастардың үстінен өткіздік көліктерімізді. Енді қазір Бартоғай су қоймасының маңында, таулардың ортасында осындай лагерь жайып, қазір барлығымыз тамақ ішіп, жақсылап отырып, сұрақ жауап викторина ойнап. Сұрақ жауап викторина тесіз бе? Бірінші сұрақ қойын ба? Черри қай жылы құрылған? Черри, бірақ ондай емес. Келесі десе. Андай күшті. Мысалы? Қалай болды күн? Күнің қалай болды? Жақсы болды. Жақсы болды ма? Жалпы мынау локация қалай болады? Әдемі екен. Мен бұл жерге келем қыста. Қыста әдемірек, андай кішкене мұз болады барлығы. Аннан үсті ма? Адамдар болса мұзбен отырып, мұздың үстіне отырып осындай. Жоқ, шаршады бәрі қазір. Тамақ жеп қуаттанып алайық, одан кейін сұрақ жауабымды викторинамен бүгінгі палаткаларымыздың барлығын құрып, лагерімізді құрып, сөйтіп ұйықтап, ертең бұйырса көрсеміз. Бірдем алып тыңдашы, сенің алма ағашың, ешқашан қартаймайды. Боламын бұлбұлдай бір күйде.